Баршаға сәлем достар, бұл танымал тұлғалар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы. Бүгін арнамыздың жазылушыларының сұранысы бойынша американдық рэп орындаушы, музыкалық продюсер және хип-хоп композитор Eminem туралы ең қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Достар, егерде каналға жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылып, лайк басып қолдау көрсете кетіңіз. Маршал Брюс Мейтерс 1972 жылы 17 қазанда Американың Миссури штатының Сент-Джозеф қаласында дүниеге келген. Оның әкесі Маршал Брюс Мейтерс пен анасы Дебора Мейтерс Бриггс ресторанда ән шырқайтын музыканттар болған. Анасы Маршалды 17 жасында босанған. Ол отбасында тұңғыш перзент болған. Маршал өмірге келгесін бір айдан кейін ата-анасы ажырасады. Әкесі ажырасқаннан кейін Калифорнияға кетіп, жаңа отбасын құрады. Сол уақытта әкесін сағынған Маршал өте көп хат жазған. Алайда хат барған жерден кері қайтарыла берген. Маршал бір жасқа толмаса да, анасы Дебора оны туысқан әжесіне тастап кетеді. Осылайша 1973-1977 жылдары оның туысқан әжесі бағып өсіреді. Уақыт өте анасы үйіне оралады, алайда ішімдікке салынып, үйіне бөтен еркектерді әкелуді әдетке айналдырады. Маршал анасы екеуі түрлі аудандарға көшіп жүреді, тіпті бір жыл тұрмай көшіп кете берген. 1-2 жылдан соң анасы тағы бір перзентті өмірге әкеледі. Сол уақытта анасымен бірге афроамерикандықтар тұратын Детройт ауданына көшіп барады. Қара нәсілді жігіттер Маршалды жақтырмады және бірнеше рет соққының астына алады. Ол оқуға мектепте де дәл солай болды. Мектепте қатты таяқ жегені соншалық, әжетхананың унитазына басын ұрады. Анасы мектеп әкімшілігін сотқа береді, алайда одан ештеңе шықпайды. Осылайша Маршал жиі төбелесіп, бет-аузы қанап үйге оралатын болған. Сол уақытта американдық рэп жанып тұрған сәт еді. Маршал алғаш рет Ice-T рэпердің музыкаларын тыңдап қызығушылық танытады. Рэпке әуес болған соншалық тек қана музыкаға көңіл бөледі. 14 жасында досы Майк Рубимен бірге рэп жаса бастайды және түрлі хип-хоп батылдарға қатысады. Маршал өзінің фамилиясы мен есімінің бастапқы М әріптерін біріктіріп отырып, Eminem лақап атымен жаңа рэптер шығара бастайды. Ол сабаққа мүлдем қызықпады, сондықтан 17 жасында оқуды тастап кетеді. Онымен қоса анасымен жиі ұрысып қалып, үйінен кетіп қала береді. Анасының мінезі өте ауыр болатын, тіпті әлеуметтік қызметкерлер оның анасын паранойяға шалдыққан деп болжам жасайды. Оның қаталдығы соншалық Eminemнің кездесіп жүрген қызы Кимберлиді үйден қуып шыққан. Кейінірек анасының Мюнхгаузен синдромынан зардап шегетіні белгілі болды. Яғни психикалық бұзылыс адам өзінің назарын, жанашырлығын және басқалардың көмегін пайдалану үшін жақын адамдарының біреуіне қиындық тудырады немесе әдейі солай жасайды. Осы себепті Eminemнің 9 жасар өгей інісі Натан 1 жыл бойы ауруханада жатады. Eminem бұл қиындықтардан шығу үшін анасын сотқа береді және Натанға өзі қарап жұмыс істей бастайды. Өмірлік қиындықтар Eminemнің шығармашылығына үлкен серпін берді. 1992 жылы досы Proof және басқа жігіттермен бірге Soul Intent тобын құрып, мини-альбом жазады. Ал 1996 жылы досы Proof және тағы да 4 рэпер жігіттермен бірге Dirty Dozen тобын құрады. Және 2001 жылы Davis Night деп аталатын алғашқы альбомдарын жарыққа шығарады. 1992 жылы Eminemді пейнтбол мылтығынан оқ атқаны үшін қамауға алады. Сот кезінде жәбірленуші келмегендіктен бұл іс жабылады. 1995 жылы 25 желтоқсанда Eminem мен Кимберлидің Хейли есімді қыздары өмірге келеді. Осы сәттен бастап ересек өмірге қадам басқан Eminem музыкамен шабыттанып, 1996 жылы Infinity деп аталатын алғашқы дебюттік альбомын жарыққа шығарады. Альбомдағы тректерде кедейлік және қызын қалай асырайтыны туралы баяндап береді. Альбом сәтсіз болды, себебі сол уақытта жаңа рэп орындаушылар көбейіп кеткен еді. Көпшілік Eminemді басқа рэперлердің стилін көшірді деп айыптайды.
Эминем тұратын аудан қылмысқа толы болғандықтан, сол уақытта оның үйін 2-3 рет тонап кетеді. Эминем отбасын асырау үшін ресторанда ыдыс жуып күн көреді. Уақыт өте рестораннан қуылып, әйел мен қызын алып анасының үйіне тұрады. Бұл қиындықтардан шаршаған Маршал ішімдік пен есірткіге салынып кетеді. Тіпті өзіне қол жұмсамақшы да болады. Рэпер сол уақытта өзіне альтер эго ретінде Slim Shady деп екінші лақап ат қояды. Осылайша 1997 жылы Slim Shady деп аталатын мини альбомын жарыққа шығарады. Альбомда әлімжеттік, кедейлік, есірткі, отбасылық қиындықтар туралы айтып өтеді. Алайда кейбір тыңдармандар Эминемді рэпер Кейдждің стилін ұрлады деп айыптайды. Сол жылы үйінен қуылған Эминем Лос-Анджелес қаласына келеді. Мұнда рэпер олимпиадалық рэп батылға қатысып, екінші орынға ие болады. Ұйымдастырушылар Эминемнің рэп орындау шеберлігіне тәнті болып, оның Slim Shady альбомын алып қалып, танымал музыкант Доктор Дрэге береді. Музыкант оның альбомын тыңдай сала, бұл жігітті тезірек маған тауып беріңдер деп айтады. Доктор Дренің арқасында Эминем Slim Shady альбомның жаңа нұсқасын жарыққа шығарады. Рэп жинақ жыл соңына дейін 3 рет платина сыйлығына ие болады және Эминем Грэмми марапатына ие болады. Альбомдағы кейбір тректер үлкен дау-дамайға тап болады. Себебі Эминем қылмыс, адам өлімі туралы текстер көп жазған. Сәтті альбом 283 мың нұсқада сатылып кетеді. Сонымен қатар Billboard чартында екінші орын алады. 1999 жылы Эминем Кемберлиге үйленеді. Сол жылы анасы Эминемді сотқа береді. Басты себеп рэптерінде Эминем анасын жамандап айтып өткен. Анасы $10 миллион өтемақы сұрағанмен соттың шешімі бойынша $1600 ғана алады. 2000 жылы рэпер өзінің 3-ші альбомын жарыққа шығарады. Бір аптада альбом 1.700.000 нұсқада сатылып, үлкен сәттілікке ие болады. Сонымен қатар ең үздік альбомдар қатарына енеді. Бұл жолы рэп музыкаларындағы текстте танымал тұлғалар туралы жаман пікірлер айтып өтеді. Мысалы, Кристина Агилераны ұятсыз әнші десе, Элтон Джонды көгілдірге тең екен. Сол жылы рэперді әйелмен сүйісіп тұрған күзетшіні ұрған үшін қамауға алады. Осы жағдайдан соң 1 жылдан кейін әйелмен ажырасып кетеді. Сол жылы Анджело Бейли есімді әйел Эминемді сотқа береді. Эминем өзінің рэп музыкасында мектеп кезінде Анджело Бейлиден көп таяқ жегенін айтып, оны балағаттаған. Алайда сот бұл арызды кері қайтарады. 2001 жылы рэпер заңсыз қару сақтаған үшін тағда қамауға алынады. Нәтижесінде $2000 айыппұл төлейді және қоғамдық жұмысқа салынады. Сол жылы Доктор Дре мен Snoop Dogg басты рөлде ойнаған Мойка комедиясында эпизодтық рөл сомдайды. Эминем 2001 жылдың қараша айында Доктор Дре, Ice Cube, Snoop Dogg секілді танымал рэперлермен концерттік турларға шығып, тыңдармандармен қауышады. 2002 жылы музыкант The Eminem Show деп аталатын 4-ші альбомының тұсауын кеседі. Рэп жинақтың сәттілігі бұрыннан да асып түсіп, 30 миллион нұсқасы сатылып кетеді. Сол жылы музыкант «Восьмая миля» фильмінде басты рөл сомдайды. Кинодағы көп сюжеттер рэпердің өмірінен алынған. Eminem Lose Yourself трегін арнайы осы фильмге саундтрек ретінде жазған. Дәл осы рэп үлкен танымалдылыққа ие болып, Оскар марапатында үздік рэп номинациясын жеңіп алады. Осы уақытқа дейін Оскар марапатын Эминемнен басқа ешқандай рэпер еленбеген. «Восьмая миля» киносынан $3 миллион қаламақы алады және басты рөлді бірге ойнаған Ким Бейсингер мен Британия Мерфимен уақытша кездесіп жүрген. Бір айдан соң Spice Girls тобының әншісі Джерри Халифелмен де кездесіп жүргені, бірақ қайта айырылысып кеткені белгілі болады. Уақыт өте Бейонс, Бритни Спирс және Марая Керримен де кездесіп жүрген. Сонымен қатар арнайы фильмдерге түсетін актрисалар Британия Эндюрс пен Джина Линмен де біраз уақыт қарым-қатынаста болған. 2003 жылы Американың құпия қызметі Эминемнің рэптерінде сол кездегі президент Джордж Буш туралы жаман пікірлер айтылғанын мәлімдеді. 2004 жылдың сәуір айында Эминем және оның Dirty Dozen тобы D12 әлем атты рэп альбомын ұсынады. Бір аптада альбом 550 мың нұсқада сатылып кетеді. Сол жылдың қараша айында рэпердің Encore деп аталатын 5-ші альбомы жарыққа шығады.
Eminem альбомдағы Just Lost Earth трегіне бейнебаян түсіреді. Бейнебаянда Майкл Джексонды келеке еткені үшін альбомның сатылымы арта түседі. Музыкант 5-ші ән жинағын бұрынғыдай агрессивті емес, ойын жеңіл түрде жеткізіп, жаңаша стильде тыңдарманға айқын жеткізе білді. 2004 жылы музыкант 645 деп аталатын радио толқынын іске қосады. Радио арнасында хип-хоп музыкалар қойылып, заманауи орындаушылардың әндері беріледі. Кейінірек 50 Cent екеуі жазған бірнеше тректер хит дәрежесіне жетіп, екеуі концерттік турлармен бірнеше мемлекеттерде өнер көрсетеді. Сол уақытта өнерден үзіл салып емделе бастайды. Себебі музыкант 4-ші және 5-ші альбомдарын жазған сәтте есірткі көп қолданған және тәуелді болып қалған. 2006 жылы рэпер бұрынғы әйелмен ажырасып, қайта үйленеді. Дегенмен көп ұзамай тағы ажырасып кетеді. Сол жылы әнші Эйконмен орындаған Смакта әні әлем бойынша хит болып кетеді. Бұл жетістікке қарамастан рэпер қайта жоғалып кетеді. Уақыт өте демалысқа кеткен рэпер 2009 жылы Доктор Дре мен 50 Cent үшеуі бірлесіп Crack Bottle трегін тыңдармандарға ұсынады. Сол жылы рэпер Relapse деп аталатын 6-шы альбомын жарыққа шығарады. Жыл соңында осы альбомның 2-ші бөлімінде шығарып үлгереді. Жинақта Дрейк, Лил Уайн, Kanye West және Доктор Дремен дуэттер бар. Оның артынша Приколистер фильмінде рөл сомдайды. 2010 жылы рэпердің 7-ші ән жинағының тұсауы кесіледі. Музыка сыншылары дәл осы альбомда бұрынғы Eminem қайта оралғанын айтып өтеді. Eminemнің сөз саптауы, рифмаларды керемет қолдануы, бифқа ерекше түсуі миллиондаған тыңдармандарды өзіне баурап ала білді. Альбомдағы Рианнамен айтқан дуэт тез танылып, бірнеше марапаттарға ие болады. 2011 жылы әнші Кристина Агилерамен бірге «Красавцы» сериалына түседі. Ал 2013 жылы көпшілік тыңдармандар азға күткен The Marshall Mathers альбомының 2-ші бөлімі жарыққа шығады. Көпшілік бұл альбом туралы Eminem өз атмосферасын керемет жеткізе білген деп жоғары бағалайды. Рэп жинақтағы Berserk, Rap Good, Survival тректері үлкен танымалдылыққа ие болды. Ал Рианнамен бірге орындаған The Monster әні үздік дуэт, үздік ән номинацияларын бірнеше рет жеңіп алады. Eminem осы альбомдағы Rap Good трегін жылдам оқыған соншалық секундына 6 сөз айтқан. Дәл осы трек ең көп сөзі бар хип-хоп музыка ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Альбом 792 мың нұсқада сатылып, жақсы табыса келеді. Сонымен қатар Грэмми марапатында жыл альбомы марапатын тағы да жеңіп алады. 2017 жылы рэпердің Revival атты келесі альбомы жарыққа шығады. Альбом Billboard чартында 1-ші орынды иеленеді және 267 мың нұсқада сатылымға шығады. Бұл жылы Eminem әнші Beyoncé, Ed Sheeran, Skylar Grey, Alicia Keys және Kehlaniмен дуэттер орындайды. 2018 жылы Eminem Kamikaze деп аталатын 10-шы альбомын жарыққа шығарады. Альбом өте сәтті шығып 434 мың көшірмесі сатылып кетеді. Альбомда Venom киносының саундтрегі жарық көреді. Кейінірек бейнебаянда көрерменге жол тартады. 2020 жылдың қаңтар айында рэпер өзінің 11-ші альбомын жарыққа шығарады. Тыңдармандар бұл альбомды мүлдем күтпеді, себебі алдын ала ешқандай жарнама шықпады. Альбом тағы да Billboard чартында 1-ші орынды иеленді және 280 мың нұсқада сатылып кетеді. Жинақтағы Godzilla трегі хит дәрежесіне жетіп, жоғары бағаланды. Ал осы тректің бейнебаянына боксер Майк Тайсонды арнайы шақыртады. Айтпақшы, осы Godzilla рэпінде Eminem 1 секундта 11 сөз оқып бұрынғы рекордынан асып түседі. Уақыт өте рэпер Инстаграмда Godzilla трегін жылдам оқудан тыңдармандар арасында байқау өткізеді. 100 мыңға жуық жастар осы байқауға қатысады және кейбір талантты өнерпаздар Eminem секілді жылдам оқу мәнерін көрсетеді. 2020 жылы Оскар марапатында Eminem 8 миля киносындағы Lose Yourself рэпін жанды дауыста керемет оқып беріп, көрерменнің зор қошеметіне ие болады. 2021 жылы 50 Cent продюсерлік еткен Қара мафияның отбасы сериалында есірткі сатушы қылмыскердің рөлін сомдайды. Қазіргі таңда Eminemнің музыкалық мансабынан тапқан табысы $230 миллион құрайды. Рэпер жылына $20 миллион дейін табыс тапқан кездері болған. Бизнес саласында музыканттың жеке брендті киімдері бар. Рэпердің Инстаграмда 33 миллионнан астам жазылушы бар. Ол бір пост салғанға $90 мың дейін қаламақы алады.
Eminem түрлі жарнамалардан табыс табады. Атап айтқанда Beats құлаққаптары, Brisk сусыны, Carhartt кроссовкасы, G-Shock сағаттары және тағы басқалары. Музыканттың жеке қайырымдылық қоры да бар. Ол жинаған ақшаны толық емес отбасыларға үлестіреді. Қазіргі таңда 50 жастағы Eminem Клинтон қаласындағы Мичиган штатында тұрады. Рэпердің Мичиганда 900 квадрат метрлі особнягі бар. Сонымен қатар Рочестер Хиллста $5 миллион алған зәулім үйі бар. Үй ішінде 5 жатын бөлмесі, 5 жуынатын бөлме, ал сыртында бассейн, теннис алаңдары бар. 2017 жылы рэпер бұл үйді $2 миллион сатып жібереді. Музыканттың гаражында Audi R8, Hammer 2, Cadillac Escalade, Lamborghini, Porsche, McLaren, Ferrari және Aston Martin секілді қымбат көліктері бар. Айтпақшы, Eminemнің қызы Хейли Джейд Скотт Инстаграмда өте танымал. 26 жастағы Хейли Слуда сымбатты келбетімен модельдік қызмет атқаруда. Талай жігіттердің жүрегін жаулаған ару жуырда ғана жігіті бар екенін Инстаграм парақшасында мәлімдеді. Eminemді көпшілік хип-хоп әлемінде нөмір 1-ші рэпер деп санайды. Eminem өзінің қиын өміріне қарамастан жеке стилін қалыптастырып, рэп жанры арқылы талай тыңдарманның жүрегінен орын ала білген талантты музыкант. Оның музыкалары, ән жинақтары миллиондаған жанкүйерлердің плейлистінде әрқашанда ойнап тұрады. Eminem туралы тағы да бір жағымды ақпарат. Жуырда ғана рэпер есірткіні тастағанына 13 жыл толғанын атап өткен. Алдағы уақытта рэпердің жаңа туындыларын күтеміз. Достар, сіздерге Eminemнің қай рэптері ұнайды? Төменге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Келесте қай танымал жұлдыздар туралы ақпарат бергенімізді қаласаңыз, оны да жаза кетіңіз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп үлгеріңіз. Алдағы уақытта сіздер сұраған танымал жұлдыздар туралы ақпараттар беретін боламыз. Төменде Telegram каналымыздың сілтемесін қалдырдым. Каналға тіркеліп, жаңа видеоларды бірінші болып тамашалаңыздар. Бұл Хамид Official YouTube арнасы ақпарат дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, достар.